Ставка тігетіндер! Ставкаларын шықпай қалсын! Муазин деген қандай лауазым? Азан шақырушы, мешіт тазалаушы, уағыз айтушы. Ислам тарихындағы алғаш муазин кім? Муаз ибн Джабал, Билал аль-Хабаши, Абу Бакр. Омар ибн аль-Хаттаб қай сүрені оқығаннан кейін ислам дінін қабылдады? Таха, Құрайш, Бақара. Ең көп хадис жазып қалдырған сахаба: Абдулла ибн Омар, Анас ибн Малик, Абу Хурайра.